Қазіргі таңда жиі кездесетін аурулар, ас қорыту жүйесінің аурулары, гастрит және панкреатит, холецистит, өт жолдарының аурулары кезінде қолдануға болмайтын тағамдармен танысып өтеміз. Жалпы гастрит, панкреатит, холецистит бұл қазіргі таңда тек үлкендердің ғана арасында емес, жас балалардың арасында да, жасөспірімдердің арасында да жиі кездеседі. Оның пайда болуына өте көп факторлар әсер етеді. Соның ішінде дұрыс тамақтанбау, тамақты жей салып, орнына жата салу және физикалық активтіліктің төмен болуы, стресс деңгейінің артып кетуі. Қазіргі таңдағы адамдарға стресс бұл үйреншікті жағдай болып қалған. Сол себепті де көптеген аурулардың дамуына әсер етеді. Бұл тағамдар тек ас қорыту жүйесінің ауруларында ғана қолдануға болмайды емес, тек жалпы қолдануға болмайтын тағамдардың тізіміне кіреді. Олардың ішінде ең біріншісі алкогольді өнімдерді қолдануға болмайды. Алкоголь ас қорыту жүйесінің шырышты қабатын зақымдайды, этанол құрамындағы этанол. Сонымен қатар алкогольді өнімдерге пиво, вино, басқа да коньяк сияқты өнімдер жатады. Олардың ешқайсысын қолдануға болмайды. Тек кейбір ауруларда ғана өзінің мөлшерлері бар. Оны дәрігердің рұқсатымен ғана қолдануға, өзінің мөлшерімен ғана қолдануға болады. Шектен тыс алкогольді қолдану адам денсаулығына зиян келтіреді. Келесі никотині бар өнімдерді қолдану. Қазіргі таңда жастардың арасында никотинді қолданудың сәнді түрі вейпті қолдану жиі кездесіп жатыр. Ол да асқазанның шырышты қабатын зақымдауына, ас қорыту жүйесінің зақымды ауруларына алып келетін қауіп факторы болып табылады. Келесі бұл қауіпті факторлардың, яғни зиянды тағамдарға фастфудтарды қолдану. Фастфудтардың құрамындағы ашылған қамырдан жасалатын, дрожжыдан жасалынатын тағамдарды көп қолдану, майонездерді, кетчуптерді көп қолдану, сонымен қатар шұжықтарды көп қолдану және копченостарды көп қолдану ас қорыту жүйесінің ауруларына алып келеді. Олардың калориясы жоғары болып табылады. Және де оны дұрыс шайнамаудың әсерінен де ас қорыту жүйесінің зақымдануына ас қорыту жүйесінің зақымды ауруларына алып келеді. Және де келесі ас қорыту жүйесінің ауруларының себепкер факторы ретінде біз газды сусындарды, тәтті сусындарды қарастырамыз. Газды сусындардың ішінде сондай горилаларда энергетиктерді кіреді. Және де аса көп кофеинді қолдану да ас қорыту жүйесінің ауруларына зиянды фактор болып табылады. Егер де барлығын мөлшерімен дұрыс қолдана білетін болсақ, ас қорыту жүйесінің аурулары болмайды. Ас қорыту жүйесінің ауруларының алдын алу үшін, жалпы өмірдің жақсы болуы үшін қажет тағамдарға ол көкөністер, сонымен қатар майлар қажет болады. Майлар дегеніміз ол пайдалы майлар, жануарлардың майлары, өсімдіктің де майларын қолдануға болады. Бірақтан өзінің қажетті мөлшерінде қолдану қажет. Мысалға майонездің құрамындағы немесе торттардың креміндегі майлардың құрамы олар басқаша, ал жануарлардың майлары басқаша болып келеді. Бірақтан кейбір жануарлардың майларында қолдануға болмайды. Ол да ас қорыту жүйесінің ауруларының асқынуына себеп болады. Жануарлардың ішіндегі қолдануға болмайтын майларға шошқа майы, доңыз майы жатады, және де майлы құс еттерін ас қорыту жүйесінің аурулары бар науқастарға қолдануға болмайды. Ас қорыту жүйесінің науқастарына ең жақсы тағамдар ол буда пісірілген және де суға қайнатылған жеңіл тағамдар. Егер де оларды теркадан өткізіп немесе блендерден ұсақтап беретін болса, ас қорытудың шырышты қабатын зақымдауының алдын алады, олардың сіңірілуі жеңіл түрде өтеді. Егер де денсаулығыңыз жақсы болсын десеңіз, дұрыс тамақтанып, дұрыс ұйықтыны сақтап және физикалық белсенділігіңіз жақсы түрде жасасаңыз, деніңіз сау болады. Назарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер Аружан. Каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер.